Selam dostlar, bugün Türkiye kalasında 25. gün. Bugünkü safarımız Safranbolu kalasına jol tarttık. Birişe bizden birge bolunuzlar, arnadan alыстамаңыздар, lübül basыңыздар, тіркеліп кетіңіздер. 10-15 минуттық үзіліске тоқтадық, су алдық. Қыздар кофе, шай алып ішіп, шамалы тынығып алып жатырық. Жолымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Таудың ішінде ту тұр ғой, қараш. Я көрттім. Ту жүріп кетті. Осындай тамаша жерде. Ya dostlar, ata-aнаның қадірін сыртқа шыққанда, жаққа кеткенде сезінесің. Сондықтан да ата-аналарымызға қадірлейік, әрдайым құрметтейік. Сөздер айтайық, осы жерде оқып жүрген студенттердің барлығы ата-аналарын сағынып жүрген студенттер. Баршалары ата-аналарына сәлем Бүгінгі бейбіт әншіміз Альвина. Қазір біз Сафранболу қаласының жанындағы ескі қалаға келе жатырмыз. Ескі қаланы көрсететін болады. Көне қала барлығы суретке түсіп жатыр. Bau бақшалары. Бұл келе жатқанымыз енді көне ауыл. Түркияның ауылдары қандай болады деген көптеген сұрақтар келіп жатыр. Міне осындай қарапайым қалыпқа келтірілген. Мынау бір тарихи үй болып тұр ғой, барлығы суретке түсіріп жатыр. Bunları nazar boncuğu olarak düşünün. Nazar boncuğu olarak düşünün. Böyle bir yapı vardır. Bu taraftan devam ediyoruz. Buyurun. Tamam. Şöyle taşın etrafına boşluklara geçebilirsiniz. Verdiğimiz bu ahşapla deterjan olarak da kül kullanıyor. Bildiğimiz odun kül.
Burada bir başka ayrıntıysa taş kenarlarından ortaya doğru, merkeze doğru da ayrıca bir eğim halindedir. Ve de kirli sular burada ortaya verilmiştir. Ortaya verilecek. Herkesin kirli suyu ortadaki delikten ve de taşın altından dışarıya bakıyor. Burada da yıkama işlemi tamamlanmışsa... Түсіндіріп жатқаны бойынша бұл жерде ересекте келіп адамдар киім жуған, дөңгелектің жанында тұрып, барлығы сабамен сабалап, киімдерін жуып, тазалайтын болған монша. Киім жуғыш жер. Шоколад музейі дейді. Шоколадтың отанына келдік. Аның барлығы шоколадтардан жасалған. Төбелерін көрдіңіздер ме? Төбелерінің барлығы шоколад барлығы. Ешекке шейін шоколад қой. Барлығы шоколадтан жасалған. Шоколад тоже. Қатық. Бұл шоколадтардың ерекшелігі неде? Бір-екі ауыз сөз. Мен түсінбедім. Айтып алып қарайтын болсақ, бұл шоколадтардан мүмкін туристерге арнап жасап қойған шығар, бірақ мен өз басым аса қатты ұнатқан жоқпын. Қазақстанның шоколады forever, иә? Әрине, өз туған жерінің шоколады болсын, басқасы болсын, ол әрқашанда бірінші орында. Ал басқа мемлекеттікі ол әрине басқа мемлекет. Әне, патриоттар, патриот қыздар. Сафранболу қаласы. Ешкім тұрмайды ма мына қалада? Тып-тыныш па? Адам тұра ма өзі? Мұнда терсейді. Қалай сұрау болады? Өте тып-тыныш екен. Бір шыбынның ызыңы білінбейді ма, жерде жүргенше. Бұл жақта көріп тұрғандарыңыздай, барлығы таудың етегінде, таудың айналасында орналасқан. Бұл жақтың жері жалпы таулы қыратты, бір тегіс жері жоқ. Сондықтан да қай жерге барсаң да осындай әдемі сурет, видео жасауға болады, осындай әдемі үйлердің көрінісіне. Сафранболу қаласына келіп жеттік. Арслан Сильва. Алтын күмістер сататын. Қалай әділ бауырып ұлап жатыр ма? Сафранболу ауылы. Көруге тұрарлық қалай? Ne zatlar var? Kadar. Kaç tane daha var bunlar? Anlatımları dinledikten sonra serbest zamanda rahatlıkla alışveriş yapacaksınız. O yüzden gecikmeler yaşamayalım. Akşam çok geç döneriz yoksa. Özellikle hanımlar alışverişi çok seviyorlar. Mına ağaçtың үлкендігін қараңыздар. Anda үлкен. Güzel bir eseriyle karşı karşıyayız. Klasik dönem, erken dönem Өте ескі қала мына жер. Selçuklu sanatında sıklıkla karşımıza çıkan İlki Saçak adını verdiğimiz, buradaki tuğlaların hemen altında çapraz çapraz şekilde dizelenmiş yapıyı görüyorsunuz. Bu gerek Selçuklu sanatında gerek erken Osmanlı Керуен сарайына кіріп бара жатырмыз достар. Ішінде не бар екен көрейік.
Жоғарыға мініп кетті ойын. Kofeler müzeyine geldik. Kofeni unutmayın. Kızık olsun deyip geldik. Tamamız galiba. İçeride bir anlatımımız olacak. Ben bize yardımcı olacak bu konuda. Bu konuda da olursa... Mынау енді жаңа заманғы кофе жасайтындар. Кофе туралы кітаптар неше түрлі жазған. Міне кофе қайнататындар баяғы заманда. Buradan başlayalım isterseniz. Bu gördükleri dünyada yetişen kahve çekirdekleri, değişik kahve konuşlarları. Dünyada 70 ülkenin üzerinde ülkede kahve ağacı yetişir ve yetiştiği topraklarında özelliklerini alır kahve ağacı. Şöyle, ağacın etrafında eğer meyve yetişiyorsa meyve tatlarını alır. Kakao yetişiyorsa o bölgede kahve, kakao ve çikolata tatlarını alır. O bölgede yanardağ varsa da kül tatlarını alır. Kahve ülkemizde yetişmiyor. Ama dünyaca ünlü bir markamız biliyorsunuz. Bunun sebebi de dünyanın ilk pişirme yöntemi kahvesi. Türk kahvesinden sonra kahve dünya insanının hayatına girmiştir ve onun üzerine gelişmiştir. Ve 2013 yılında da UNESCO bunu Dünya Miras Listesi'ne almıştır. UNESCO'nun kültürel miras listesine aldığı ilk içecektir. Başka da örneği yoktur. Arkanızda gördüğünüz nohut ve burçak kahvesi. Onlar da yokluk yıllarında kullanılıyor. Türk insanının hayatında kahve çok önemli. Mutlu yıllara kadar etkili. Ama savaş yılları ve ekonomik kriz dönemlerinde kahveyi kullandılar. Ama kahveyi de çok sevdikleri için kendilerini anlatmak adına nohut, burçak, menengi, Кезінде мынандайлар менде құятын болған. Жайлап бұл дамып ана жердегі қазір жаңа заманғы кофе бар кілер. Қалай Халид, Альбина? Сөз береді ғой. Сондай жерде Ей, ана фестивальдің әдет сөз береді ғой, сен ғой. Айырма, жынма тегерме, әйтпесе қыздардың алдында қайсырып кетіп қалам. Сондай жер дейді. Әбден турецкий сериалды көріп. Bak kırp sürp. Не зат бұл? Senin YouTube kanalına koyasın. Сөйлесіңдер ма? Менің YouTube каналыма тіркеліңдер, қалайық. Efendim? Benim YouTube kanalıma tіркел деймін. Ой, sorry, pardon. Benim de var YouTube kanalım. Ha, var mı? Var. YouTube kanalı. Oo, Takip edeyim seni. Kolaboratsiya будет. Ben Kolaboratsiya. onu yazamayabilirim. Қалай болады Türkçe kolaboratsiya? Evet, bu bölümde de çifte kavrulmuş ve safran lokumumuzdan ikram edeceğiz. Çifte kavrulmuştan ikram ediyoruz. Safran tea. This is special for the Safranbolu. Kısa bir bilgilendirme yapacağız efendim. O suğum mu? Safran tea. You can also try the lokum. Turkish. Lokumdan Austik. Бесплатно Austik деген жерден қалмайық. Sarı ve kırmızı lifleri tek tek ayırıp hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi baharat haline getirin. Bu baharat karaciğer rahatsızlıklarına, sindirime, kalp çarpıntısına, şeker hastalarına iyi gelir. Bunun yanı sıra hücre yenileme özelliği vardır. Bu sayede de 2008 yılından bu yana kanser araştırmalarında kullanılıyor.